Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге Арки Болатбекқызы. Кітабымызды жалғастырмас бұрын каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыз. Халед Хосейни, Батпырау қуған бала. 9-шы тарау. Келесі күні таңертең мен бөлмемде отырып туған күнімде берілген сыйлықтардың қораптарын бір-бірлеп аша бастадым. Тіпті мен неге бұлайша әуре сарсаңға түскенімді де білмейтін сияқтымын. Үйілі тұрған сыйлықтарды көріп болған соң үйдің бұрышына тастай бердім. Тау төбе болып үйіліп қалды. Ішінде қымбат маркалы, түрлі түсті фотоаппарат, радио, электронды жинамалы алуан түрлі ойыншық поездар да бар екен. Ішіне ақша салынған конверттер де осында. Бұл ақшаға өмірі қол тигізбейтінімді білемін. Радионы да ашпаймын. Тіпті анау электронды ойыншық поезды бөлмемнің ортасына қойып, рельсте жүргізіп ойнағым да келмейді. Шынын айтсам, бұл заттарды маған еш қажеті жоқ сияқты. Олардың бәрі дерліктей қан иісі мүңкіген заттар. Егер мен сол батпырауық жарысында жеңімпаз болсам, әкем мен үшін бүгінгідей думанды бас қосу жасамаста едім. Әкем менің туған күніме арнап 2 тарту ұсынды. Бірі сол кездегі ең қымбат әрі жап-жаңа Швинстингрей маркалы велосипед. Оны бұл жердегі балалар көрсе, аузын ашып таңырқайтын шындық. Оны мініп көшеге шықсам, бала біткеннің алдындағы беделім артып, мәртебем көтеріліп қалар еді. Жаңа велосипедімнің рөлі биік, қара түсті, тұтқасы каучук ағашына жасалған, ал ершігі банан бейнелі, шабақтары сап-сары, қаңқа темірі қызыл қоңыр. Менен басқа біреу болса, оған мініп алып, айналасына мақтанар еді. Бірнеше ай бұрын болса, мүмкін мен де солай еткен болармын. Бұл саған ұнай ма? Деді әкем менің жатым бөлмемнің есігіне сүйеніп тұрып. Мен сәл жымиып, рахмет әке, дедім де ары қарай үндемедім. Бірдеңе айтқым келіп еді, айтқан жоқпын. Қане, оны мініп көрейік пе? Деді әкем. Ол сол сәтте менің велосипед мінуге шақырғанымен шын көңілі олай емес екенін біліп тұрмын. Кейін мінейік, шаршап қалыппын. Сөйтейік онда, деді ол. Әке, ау балам. Мен үшін атқан от шашуына рахмет, дедім мен. Оған алғыс айтқаным болмаса, менікі де шын көңілден шықпаған сөз еді. Жарайды, жақсы демал, деді де әкем өз бөлмесіне қайрай кетті. Оның маған сыйлаған тағы бір тартуы қолсағат болатын. Беті көк түсті, тілдері алтынмен апталғандай жарқырап тұр. Мен оны қолыма тағып көрместен үйіліп жатқан ойыншықтардың арасына тастай салдым. Тек қолымда қалғаны Райымхан берген былғары тысты естелік дәптер ғана. Қан иісі араласқан дүниеге ұқсамайтыны сол ғана еді. Мен төсегімнің шетіне таман отырып, сол естелік дәптерін ашып, Райымхан егіле айтқан Хамайра туралы әңгімені, әкесінің оның қуып жібергені туралы ойладым. Мүмкін солай істемегенде ол осылай өз азабымен арпалысып қалмас па еді. Хумайын ағайдың бейнеспа аппаратындағы проекциялық фильмнің сюжетінде боп, Хасеннің асепке иіліп тұрып сусын ұсынған көрінісі менің көз алдымнан кетпей қойды. Мүмкін ол да сәтті аяқталу шығар. Оның азабы жеңілдесе, менің қасіретім азаймақ. Мейлі, қалай болса да, істің шын сыры ашыла түсті. Екеуміздің біріміз кетуіміз керек. Сол күні түс қайта мен тұңғыш рет әрі соңғы рет швин велосипедін міндім. Айналаны сан рет айналып үйге қайттым. Велосипедпен артқы аулаға кірдім. Хасен мен Әли ол жерде қонағасыдан кейінгі тазалық жұмыстарын жасап жатыр екен. Стакан, қағаз сөмке, газдалған су құтысы дегендер әр жерде шашылып жатыр. Әли жиналмалы орындықты жинап, там түбіне қойып жатып, мені көрді де қолын көтерді. Есенсің бе, Әли, деп мен қолымды көтердім. Ол бір саусағын шошайтып, маған аз аялдай тұр деді де үйіне кіріп сәлден соң қолына бірдеңе алып шықты. Кеште Хасен екеуміз мына тартуды өзіне берудің ретін таппадық деп, ол менің қолыма бір қорап ұстатты. Өте қарапайым тарту, тіпті саған лайықта емес болар. Солай болса да қабыл ал. Туған күнің құтты болсын. Рахмет, Әли, дедім. Бірақ олардың маған ештеңе бермеуін тіледім іштей. Тартуды ашып, ішінен жап-жаңа шахнаманы көрдім. Мұқабасы қатты, әр беттің астына көркем суреттер қоса беріліпті. Сондағы бір суретте Фарангис жаңа туған ұлына мейіріммен қарап тұр. Ал анау суретте
Афрасияп қанжарын мықтап ұстап, тұлпарына мініп шауып барады. Рүстемнің ұлы Сахрапты соққыға жыққан сәті де бейнеленіпті. Неткен әдемі, дедім мен. Сенің бұл кітабың тозып кетіпті. Хасеннен бірнеше парағы түсіп қалыпты деп естідім, деді Әли. Мына кітаптың ішіндегі суреттің барлығы дерліктей қалам, сиямен, қолмен салынған, деді ол сөзін толықтырып. Өзі де ұлы Хасен де оқи алмайтын кітапқа тесіле қарап. Бұл өте керекті кітап, дедім мен. Ол шынымен өте қажетті кітап еді. Бағасы арзанда емес. Мен Әлиге, бұл кітап маған әбден лайықты, керісінше екеуінің тартуларына мен лайықты емеспін деп айтуға шақ қалдым. Сосын велосипедіме қарғып мініп, Хасенге мен үшін алғыс айтарсыз деп кетіп қалдым. Бұл кітапты да бұрышта тау төбе болып үйіліп жатқан тартулардың арасына лақтырып тастадым. Бірақ қайта-қайта оған көзі түсе берген соң оны көрінбейтін жерге сүңгіттім. Сол күні ұйықтар алдында әкемнен жаңа қолсағатымның қайда екенін сұрадым. Келесі күні таңертең мен жатын бөлмемде Әлидің ас үйді жинастырып, ыдыс-аяқты жуып болуын күттім. Терезе жақтауына сүйеніп тұрып, Әли мен Хасеннің жалғыз дөңгелекті арбаны итеріп, базарға ұсақ-түйек заттар сатып алуға шыққанын тостым. Содан кейін үйіліп жатқан тартулардың ішінен бірнеше қағаз ақша салынған конверт пен қолсағатты тауып, қос жұдырығымды түйіп үйден шықтым. Әкемнің кабинетінің қасынан өтіп бара жатып, есікке құлағымды тостым. Ақтаннан ол әлдекімдерге қоңырау шалып жатқан, қазірде телефонмен сөйлесіп отыр. Баспалдақпен түсіп, Әли мен Хасеннің үйіне кірдім. Хасеннің көрпесінің астына жаңа сағат пен бір буды афганиді жасырып қойдым. Сәлден соң әкемнің есігін қағып, кезекті өтірігімді айттым. Жатын бөлмемнің терезесінен Әли мен Хасеннің жалғыз дөңгелекті арбаға сиыр еті, жеміс-жидек, көкөніс пен нан салып алып келе жатқанын көзім шалды. Әкемнің бөлмесінен шығып Әлиге қарай кетіп бара жатқанын көрдім. Олар сөйлесіп келеді. Не деген ести алмадым. Әкем қолымен үйді нұсқап, Әли оған басын шұлғыды. Кенет екеуі екі жаққа кетіп, әкем өз бөлмесіне қайтты. Әли Хасенмен бірге өз лашықтарына кірді. Сәлден соң әкем менің есігімді қақты да, маған келші, екеуміз бұл істі асықпай сөйлесейік деді. Мен әкемнің кабинетіне барып креслосына отырдым. Жарты сағат өтпесте Хасен мен Әли де келді. Екеуінің көздері ісіп кетіпті. Бұл олардың жылағанын айтқызбай-ақ білдіріп тұр. Екеуі қол ұстаса, әкемнің алдына келіп тізе бүкті. Өзімде қашаннан бері басқаларда азаптай алатын қуаттың бар екеніне қайран қалдым. Әкем бірден тіке сөйлеп, әмірдің ақшасымен сағатын ұрладың ба, Хасен, деп сұрады. Хасен бұл сұраққа солай деп қана селсоқ жауап берді. Бүкіл денем түршігіп, біреу келіп үстіме бір шелек мұздай су құйғандай күй кештім. Жүрегім біртүрлі болып, бұл істің шын сырын жария ете жаздадым. Сол сәтте Хасеннің бұлай істеуі мен үшін тағы бір рет, ең соңғы рет құрбандыққа баруы деп түсіндім. Егер ол мен ұрлағаным жоқ десе, әкем оған сөзсіз сенер еді. Өйткені Хасеннің ешқашан біреуді алдамағанын біз білеміз. Іс керісінше болып, әкем Хасеннің жауабына сенер болса, онда мен өз-өзімді ақтап, қулығымның әшкере болар еді. Сосын әкем мені мәңгі кешірмес. Ол менің сол тар көшеде болған істің бәрін бастан аяқ көріп тұрғанымды, еш қауқарсыз көмек етпей мелшиіп қарап, оны сатып кеткенімді біледі екен. Сонда да ол мен үшін жанын беріп, құрбан болуға аянбай тұр. Дәл қазір мен оны қатты жақсы көріп кеттім. Оны ұнататындардың бәрін артық ұнаттым оны. Өзімнің шөп арасында жасырынған зәрлі жылан өзеннің терең иіріміндегі құбыжық екенімді әшкерелегім келді. Менің мына құр сүлдерім оның берген құрбандығына татымайды да. Осы сәт өзімді асқан сұмпайы жалақор да жауыз адам ретінде сезіндім. Жан дүниемдегі титтей ғана қуаныш жылт етпесе, мен олардың алдында бәрін жайып салар едім. Мені еліткен әлгіндегі қуаныштың бәрі әп-сәтте зым-зия болатындығында болмақ. Әкем оларды қуып жібереді, сонда олар қатты азап шегетін шығар. Бірақ өмір арнасы баяғыдай жалғаса береді. Маған қажетті бәз баяғы өз тіршілігімді жалғастыра беру. Өткен кеткеннің бәрін естен шығарып, бәрін тыңнан бастау. Ендігі тыныс мүлде жаңа, соңы тыныс болса демекпін. Мен осыларды ойлап тұрғанымда әкем, сені кешіремін, Хасен, деді. Кешірім? Бұл не үшін? Ұрлық жасап ешқашан кешірілмейтін қылмыс еді ғой. Әкемнің маған қылмыстың түп негізі ұрлықтан келеді деген сөзі қайда қалды?
Егер сен біреудің жанын алсаң, бір өмірді ойран еткенін, оның жұбайымен жарасымды ғұмыр кешуіне кесе көлденең болып, оны ұл-қыздарынан әкесін алсатқанын, өтірік айту арқылы басқалардың істің шын сырын білу құқығынан ұрлағанын, біреуді алдасаң, оның әділеттілікке жетуіне тосқауыл қойғанын. Мына өмірде ұрлықтан асқан қылмыс жоқ. Әкем мені тізесіне отырғызып алып, осы сөздерді қаншама рет айтып еді. Енді бәрі желге ұшты ма? Егер ол осы сөздерді шынымен маған айтқан болса, Хасеннің ұрлығын қалайша кешіре салмақ? Онымен қоса, әкем мұндай істі кешіреді екен, онда неге мені де кешірмейді? Мұның себебі маған артқан сенімінен шыға алмағаным ба? Неге мені? Төрем, біз кетейік, деді Әли. Немене? Деген әкемнің өңі қуарған шүберектей болып кетті. Біз мұнда енді көп тұра алмайтын күйге жеттік, деді Әли. Бірақ мен оны кешірдім ғой, Әли. Не дегенімді естімедің бе? Деді әкем. Біз енді мұнда тұра алмаймыз. Төрем, біз кетуіміз керек. Әли ұлы Хасенді бір қолымен иығынан жұлқып тұрғызды. Оның бұл әрекеті ұлын қорғағаны еді. Оның Хасенді қорғағаны басқалардың зияны тимесін дегені екенін мен білемін. Ол сосын көз қиығын маған салды. Көз қарасында бір түрлі салқындық ызғары еседі. Мен Хасеннің оған болған істі айтқанын сездім. Ол әкесіне бәрін айтыпты. Асеп пен оның жандайшаптарының өзіне қандай қорлық көрсеткені, көк түсті батпырауық туралы, тіпті мен жайындағы әңгімелердің бәрін айтқан екен. Мен сол сәтте өзімнің шын бейнемді әлдекімнің танып түсінгеніне қуандым. Осыған дейін жалған кейіппен өмір сүремін деп қалжырап кетіппін. Мен ол ақшаны да, сағатты да қаузамаймын, деді әкем оң қолын жайып. Мен тек сені неге осындай ойға келгеніңді түсінбедім. Мұнда тұра алмайтын болдық дегенің қалай? Кешіріңіз төрем, біз керек жарағымызды дайындап қойғанбыз, кетсек деп отырмыз. Әкем орнынан тұрып қиналған күйде. Әли, саған көңіл бөле алмадым ба? Хасен екеуіне салқын қабақ таныттың ба? Менің ет жақын туыстарым жоқ, сені інім деп санайтынымды білесің, олай істей көрме, деді. Біз онсыз да қиын күйде қалдық. Бұл істі одан ары қиындата бермейік, деді Әли. Осы сөзді айтқанда оның ерні бір түрлі болып кетті. Қиналып тұрған әлпетінен көрініп тұр. Кенет мен оларға жасаған қиянатымның қаншалықты ауыр екенін түсіндім. Ыңғайсыз болса да Хасенге бұрылып қарадым. Ол төмен қарап тұр екен. Өңі қуарып кетіпті. Жейдесінің жыртығынан тарқатылып тұрған жіпті саусағына орап ойланып тұр. Әкем өтініш айта бастады. Не үшін екенін айтарсың, мен білейін, деді. Әли жұмған аузын ашпады. Хасен құдды сығанақтық жасағанын мойындаған адамдай ақталған да жоқ. Оның неге бұлай істегеніне таңғалып тұрмын. Екеуінің тарлашықтарында жылап сықтасқанын, Хасеннің әкесіне менің қитұрқы әрекетімді ашпау туралы өтінгеніне еш күмәнім жоқ. Бірақ Әлидің жұмған аузын аштырмаған нендей сиқыр күш екеніне ақылым жетпеді. Бізді вокзалға дейін жеткізіп тастайсыз ба? Әсте олай істер көрме, мен бұған жол бере алмаймын, деді әкем ашу шақырып. Естідің бе? Мүлде олай істей көрме. Мәртебелі төрем, қазірден бастап сіз бізді шектей алмайсыз деп ойлаймын. Біз енді сіздің құзырыңызда емеспіз, деді Әли. Сонда қайда бармақсыңдар? Қазір жатқа барамыз. Нағашыларына ма? Я, вокзалға дейін шығарып саласыз ба? Кенет әкем өксіп жылады. Қатты егілді. Оның бұлай таусылғанын бұдан бұрын көрмеген екенмін. Еңгезерде адамның қатты жылағанын көріп қорықтым. Басқалар емес, әкемді жылайды деп ойлап көрмеппін. Ол Әлиге қарап, саған жалынайын, деді. Ұлын ерткен Әли есікке барып үлгерді. Әкемнің жалынышты күйі жылаған сәті сол кезден бастап көз алдынан кетпей қойды. Кабулда жаз айында жаңбыр жарықтық анда-санда жауады. Көк аспан қашан көрсең шайдай ашық қалпынан жазбайды. Ыстық күннің аптабы жотаңды шарпиды. Хасен екеуміз көктемде тас лақтырып ойнайтын тау суы да жазда тартылып демі бітеді. Тіпті ол жерден жаяу арба өткенде ақ бұрқақ шаң аспанға көтеріледі. Бесін келісімен жамағат мешітке барып, намаз өсеп, сосын үйіне тарап, кешкі салқынның келуін күтеді. Мұндағы жаз дегенің таусылмайтын мектеп өміріне ұқсап кетеді. Қапырық ыстығы бетке ұратын сыныпта қаз қатар отырып, өн бойымыз терге малшынып, Құран сүрелерін жаттаймыз. Арабтың тілді бұрайтын кей сөздері жанымызды қинайды. Мұндағы жаз айы молданың алақанымен шыбын өлтіріп, мылжындап көп сөйлегеніне ұқсайды. Біздегі жаз
Стадион жақтағы дәретхананың сасы есі жетелеп келетін жел сияқты. Бір таңғаларлығы әкем Әли мен Хасенді вокзалға жеткізіп салған күні түстен кейін кенет жаңбыр құя кетті. Күн күркіреп, найзағай от қамшысын үйіріліп, аспан сұр кейіпке енді. Ақ жауын тынбай жауа берді. Оның үні құлағыма мәңгі сынып қалғандай әсер берді. Әкем Әли мен Хасенді Бамиянға жеткізіп тастайын деп еді. Әли қарсы болды. Мен жатын бөлмемнің жаңбыр тамшылары жауған терезесінен оларға қарап тұрмын. Әли бар керек жарағы салынған шамаданды көтеріп, қақпа сыртында тұрған әкемнің көлігіне қалырай бара жатыр. Ал Хасен көрпе жастықтарын орап арқалап алыпты. Ол өзіне тиесілі барлық ойыншығын лашықта тастап кетіпті. Құдды менің туған күніме келген тартулар сияқты үйдің бір жақ бұрышына үйе салыпты. Жаңбыр тамшылары тереземді ұрып жатыр. Әкем көліктің артқы есігін қатты жауып, киімінен су сорғалаған күйі көлікке кірді. Алдыңғы есікке барғанда кілт тоқтап, бұрылып, артында отырған Әлиге бірдеңе деп айтып жатты. Мүмкін ол Әлиді ойынан қайтару үшін соңғы рет өтініш айтқан болар. Екеуі біраз уақыт сөйлесті. Әкем үсті басы су болғанына қарамастан, бір қолын көлік есігіне қойып, ішке қарай еңкейіп тұр. Соншама жылдардан бері бірге келе жатқан серігінің енді бұл арадан біржола кететінін әкемнің еңкіш тартқан кейпінен байқадым. Әкем көлігіне отырды да жарығын жақты. Төпелеп тұрған нөсер жарықпен жарыса жерге тамшылап жатты. Егер бұл Хасен екеуміз үнемі көретін үнді киносының көрінісі болса, дәл осы сәтте мен үйден жалаң аяқ жүгіріп шығып, нөсерді кешіп, көлікке қарай жүгірер едім. Көліктің соңынан қуып, тоқтатар едім. Сосын Хасенді демеп, көліктен түсіріп, мені кешір деп ағыл-тегіл жылар едім. Ол екеуміз құйып тұрған нөсер астында құшақтасар едік. Бірақ бұл үнді киносының оқиғасы емес қой. Сол үшін кешіргейсіз. Мен жылап сықтамадым. Көліктің соңынан да қуған жоқпын. Әкемнің көлігінің үйден алыстап бара жатқанына қарап тұрдым. Көлік ішінен Хасенді соңғы рет көзім шалып қалды. Ол көліктің артқы орындығына шалқалап отырды. Әкем көлігін бұрып ұзай түсті. Мен кілт бұрылдым. Көзіме тек терезе әйнегінің арғы жағындағы жылтылдаған тамшылар ғана көрінді. 10 тарау. 1981 жылдың наурыз айы. Бір жас әйел біздің қасымызда отыр. Үстіне зәйтін көк түсті киім киіпті. Бетін қара шәлімен қымтап алған. Суықтан қатты мазасыздануда. Жүк көлігі тормозын кенет басқанда, қотыр жолдан төңкеріліп кете жаздағанда, шағын дөңестерден ырғып өткен сайын Құдайға сыйынып, алла-лалап келеді. Оның қасындағы ет жеңді күйеуі кен шалбар киіп, басына көк түсті сәлде орапты. Ол бір қолымен нәрестесін құшақтап келесі, қолымен таспиғын айналдырып, күбірлеп, жаратушыға жалбарынып келеді. 10 шақты кісі бірге келе жатырмыз. Әкем екеуіміз де солардың қатарындамыз. Қол жүктерімізді алдымызға алып, көліктің артқы жағында бір-бірін танымайтын бейтаныстар сығыласа, малдас құрып отырмыз. Астымызда орыстың ескі жүк көлігі, зырлап келеміз. Түн ортасы ауғанда Кабулдан кеткенбіз. Сол сәттен бастап жүрегім айнып әлсірей бастадым. Әкем ештеңе демегенімен амалсыз шыдап келе жатқанын әлпетін байқап келемін. Асқазанымда бірдеңе түйіліп, шаншып ауыртқанда шыдамай кеттім. Сол кезде әкем де қиналғандай болды. Қарсымызда отырған әлгіндегі әйелдің күйеуі менен құсасын ба деп сұрады. Солай сияқты дедім. Әкем ары қарап отырып алды. Әлгі еркек көлік президентінің бір бұрышын ашып, шофер отырған кабинаны қағып, көлікті тоқтатуын сұрады. Тұрғы, кез құйрыққа келіңкірейтін қою мұртты қара шофер жігіт Кәрім оның өтінішін орындамады. Кабулдан ұзай қоймадық, шыдай тұрсын, деді ол жуан дауыспен айқайлап. Әкем бірдеңе дегенде құлдық ұрайын дей бергенімде өтім тасып аузыма төгілді. Тез артыма бұрылып, президентті сілкейіп тартып, жерге қарай лақылдатып құса бастадым. Жүрегім айнығанда құсуым немесе балиғатқа толған адамның көлік зентепесі болуы құдды бір қылмыстаяқ. Әкем қасымызда отырғандардан кешірім сұрап, әлек болып жатты. Мен 2-3 рет құстым. Кәрім шофер сонда барып көлікті тоқтатты. Оның ішкі есебі көлігін былғанбасын деген еді. Ол шекарадан сыртқа кететіндерді жасырын өткізумен айналысатын. Орыстар басып алған Кабулдан ұрлап, адам тасып, қауіпсіз саналатын Пәкістанға жеткізетін. Бұл сауда арқылы сол кезде көп ақша табуға болатын.
кәрім бізді кабулдың оңтүстік-батысынан 170 шақырым қашықтықта жатқан жалал-абадқа апарады. Ал оның жамағайын туысы Тур сол жақпен байланысып үріккен елді ары қарай жеткізуді өз міндетіне алады. Турдың бұдан да үлкен жүк көлігі бар екен, ол бізді Ауғанстаннан Пәкістанға апаратын маңызды асу Хайберден Пәкістанның қаласы Пешаварға апарады. Кәрім көлігін жол жиегіне тоқтатты. Бұл сәтті біз Махипар сарқырамасының батысында тұр едік. Сарқыраманың аты Махипар ұшатын балық деген мағынаны білдіреді. Біз тұрған құз басынан төменге қарасаңыз, немістер 1967 жылы Ауғанстанға көмек ретінде салып берген су электр станциясы көрінеді. Неше рет екені есімде жоқ. Әкем екеуміз сол құзды басып өтіп, Жалал-Абадқа барғанбыз. Сонда көрген анау қала ауғандардың қысқы саяхат орны. Мен көлік артынан секіріп түсіп, тәлтіректе басып, жол жиегіндегі шам басқан жақтауға сүйендім. Жүрегім айнып лұқсыдым. Алға қарай жүріп жалама құздың басына таядым. Ештеңе көзге көрінер емес. Соған еңкейіп отырып құсуға ыңғайландым. Айналамнан ағаштардың тынымсыз сылдыры мен жапалақтың жағымсыз үні естілді. Салқын самал ағаш жапырақтарын сыбдырлатып жатыр. Алыстағы терең сайдан жеткен су дыбысы құлаққа талып жетеді. Мен жол шетінде тұрып кіндік қанымыз тамған жерден неше жылдар бойы мекендеген ауылымыздан қалай алыстағанымыз туралы ойладым. Бәрі әп-сәтте болды. Ас үйдегі ыдыс жуатын науада нан тоқымы бар тәрелкелер, кіреберісте киім-кешек салынған қорапша сол күйінде. Көрпе жастық жиюсыз қалды. Алай киім шкафында әкемнің жұмысқа шыққанда киетін костюмдері ілулі қалпында қалды. Қонақ бөлме қабырғасындағы кілем де, әкемнің жұмыс кабинетіндегі сөре де, шешемнің көп кітабы да сол күйі бізбен қоштасты. Біздің қашып кеткеніміздің өзі жұмбаққа толы еді. Әке-шешемнің некелескенде түскен суреті орнында жоқ. Атамның Нәдір патшамен бірге өлген бұға алдында түскен көне суреті де із-түзсіз кеткен. Киім шкафындағы киімдердің бірнешеуі қолды болған. Осыдан 5 жыл бұрын Райымханның маған берген былғары тысты естелік дәптері де көзге көрінбейді. Сол күні таңда біздің үй қызметшіміз әкем екеумізді сыртқа серуендеп кеткен шығар деген ойда болуы ғажап емес. Себебі біз оған айтпастан кетіп едік. Кабулда жан баласына сенуге болмайды. Сыйақы алу үшін немесе әлде біреудің сес көрсетуінен адамдар бір-бірінің сырын аша салады. Тіпті көрші-көршісін, бала әке-шешесін ұстап беретін заман туды. Бір туған ағайындар бір-біріне опасыздық, қызметші қожайынына жамандық жасайды. Достар бір-бірін сатады. Кенет әнші Ахмет Захирді есіме алдым. Ол менің 13 жасқа шыққан туған күніме келіп баян тартып, ән айтып еді. Көп ұзамай достарымен бірге серуенге шыққан оның өлігі жол шетінен табылған еді. Әлде біреу оны қарағысынан атып кетіпті. Кабулдықтар арыз қойлар және арыз айтпайтындар деп бөлінді. Ең қиыны кімнің қай топқа тәуелді екенін ешкім білмейді. Отельдегі бойыңды өлшеп жатқанда тігіншіге ақшаның құнсыздануы туралы айтқан бір ауыз сөзін үшін Палех Чархы ауданындағы тас түрмеден бірақ шығуы мүмкін. Қасапшыға түнгі жүріс туралы айтып қалсаңыз, онда қатаң бақылауда болып, одан соң Кеңес одағында жасалған суық қарудың ұңғысына шарасыз қарап тұруында ғажап емес. Тіпті сен кешкі үстінде өз үйіңде отырғанда да аса сақтықпен сөйлеуің керек. Біздің сыныпта да сондай адамдар болды. Олар балаларға өз әке-шешесін бақылауды да үйретеді. Қандай сөз айтылса, оны кімге жеткізуді түсіндіреді. Мен мынау 7 түнде жол жағасында неге тұрмын? Асылында мен жылы төсегімде жатып, жиегі жыртылған кітабымды оқып отыруға тиісті едім ғой. Бұл көргенім мүмкін түс шығар. Таңертең оянып сыртқа қарағанымда жаяу жүргіншілер жолында торуылдап жүрген орыс әскерлері көзге көрінбейді. Біздің қалада айбар шегіп сұрланған танкілер де, зеңбіректер де кездеспейтін болады. Қирандыға айналған қорған, құлаған дуал алдыңнан кездеседі. Мұнда кештетіп жүруге тыйым болмайды. Орыс әскерлерінің базарда қақ жарып, әскер тасып жататын көліктері де ізім ғайым жоқ болады. Мен дәл осылай қиялдап тұрғанымда, әкем мен кәрім менің артымда тұрып, Жалал-Абадқа барғанда істеуге тиісті істер туралы шүйкелесіп тұрды. Әңгімелері сүт пісірім уақытқа дейін жалғасты. Кәрім әкеме туысының үлкен әрі орнықты көлігі бар екенін, Пешаварға барған соң көп кешіктірмей ары қарай әкететіндігін, жолдары оң болатынын айтып сендіріп жатты.
Тіпті Кәрім, ол сіздерді барар жерлеріңізге әп-сәтті-ақ жеткізіп салады деді. Мен бұның бәрін естіп тұрмын. Кәрім тағы да ағасы екеуінің шекара күзетіндегі орыс пен ауған әскерін танитынын, олармен серіктес екенінде құлақ қағыс етті. Бұл іс менің түсім емес екен. Кенет осы ойымды быт-шыт қылып төбемізден бір әскери ұшақ зулап өтті. Кәрім қолындағы темекісін лақтыра салып, жанындағы қаруын суырып алып, аспанға қарап атпақ болды. Артынан әлгі ұшаққа қарап түкіріп боқтай жөнелді. Осы сәтте Хасеннің қайда екенін білгім келді. Кенет жүрегім айнып, шөптің үстіне лақ еткіздім. Менің лоқсыған дауысымды әскери ұшақтың дауысы көміп кетті. Қас қағымда 20 минут өте шықты. Біз әлі көлік тексеру орнында тұрмыз. Кәрім көлікті сөндірген жоқ. Ол көліктен түсіп, өзіне қарай келе жатқан біреумен сәлемдесті де сыбырласып сөйлесіп тұр. Ол тұтатқыштың дыбысы естіліп, орысша рахмет деді біреуі. Сәлден сонда тағы да от тұтатқыштың дыбысы шықты. Әлде біреу қатты күліп адамның денесін тітіркендіретін дыбыс шыққанда орнынан атып тұра жаздадым. Бір түрлі жағымсыз күлген әлгі ер адам орысша араластырып, ауғанның көне той жырының сөзін айтып ыңылдап келе жатты. Етікпен асфальт жолды басқан дыбыс та құлағыма жетті. Әне, әлде біреу көліктің арт жағына жабылған брезентті ашып, ішіндегілерді тінте қарады. Олар үшеу екен. Біреуі Кәрім, қалған екеуі әскерилер. Әскердің біреуі ауған, енді біреуі тісін ақсита күліп тұрған орыс. Беті былшиған, келбеті көріксіз езуіне қыстырған темекісі бар. Олардың артынан жарқырап ай көрінді. Кәріммен әлгі ауған әскер пуштун тілінде сөйлесе бастады. Бірер сөзін құлағым шалып қалды. Екеуі туыр және оның бұзылған көлігі туралы бірдеңелерді айтып жатты. Орыс әскері саусақтарымен көліктің артқы қалтқысын соққылап, әлгінде айтқан той жырын айтып біз жаққа қарай үңілді. Ай сәулесінің жарығы мардымсыз болса да, мен оның көзін анық көрдім. Үрейлі көзімен бізді шолып шықты. Дала суық болса да, оның маңдайынан шыпылдап тер шығып тұр. Кенет оның көзі басына қара, шәлі жамылған әйелге қадалды да қалды. Содан соң Кәрімге бірдеңе деп орысша сөйледі. Кәрім қысқа жауап қайырды. Оның жауабына әлгі әскер бірдеңе деп зіркілдегендей болды. Ауған әскері де қарап тұрмай түсіндірмекші болып еді, орыс әскері қатаң қабақ байқатты. Оның бұл әрекетінен әлгі екеуі төменшіктеп қалды. Әкемнің шыдамай мазасы кетіп отырғанын сездім. Кәрім жөтелген болып бізге әлгі орыс әскерінің артта отырған оранған әйелмен жарты сағат бірге болғысы келетінін жеткізді. Жас әйел шәлісін қымтай түсіп егіліп жылады. Анасының азабын сезгендей әкесінің құшағындағы нәресте шырылдап жылай бастады. Кәрімнің сөзін естіген соң әйелдің күйеуі аппақ қудай болып бозарып кетті. Ол жалынышты үнмен оған бас ұрайын, оның да әпке қарындасы анасы әйелі бар ғой, бізге бір жолға қайырым етсін деп еді. Оның не деп тұрғанын білген орыс әскері бастырмалата сөйлеп кетті. Оның бұлай буынсыз жерден пышақ салғаны, бізді жайымызға жіберуді бодауы деді Кәрім, жас әйелдің күйеуінің жүзіне тура қарай алмай. Біз ол разы болатындай ақы төледік қой, онсыз да қалтасын қампиттық емес пе, деді ол. Кәрім тағы да орыс әскерімен сөйлесті. Сендер төлеген ақшаның қосымша салығы бар деді. Осы кезде әкем орнынан тұрды. Мен оның санынан ұстадым. Ол қолымды кері итеріп тастады. Оның сом тұлғасы ай сәулесін қалқалап қалды. Мені мына немемен сөйлестір деді әкем Кәрімге. Екі көзі орыс әскеріне қадалып қалыпты. Оның намысы бар ма екен сұрашы. Кәрім тағы да сөйлесіп жатыр. Бұл соғыстан намыс деген болмайды дейді Кәрім. Ендеше оған айт, ол шатыспасын. Қанша соғыс болса да ізгілікті жоғалта алмайды. Соғыста адамдар намысты бейбіт күндегіден де артыққа жетсінеді. Жүрегім аузыма тығылып қобалжып тұрмын. Мынадай шешуші сәтте шыдай алмайсың ба? Бірақ мен әкемнің көңіліне ештеңе бүгіп қалмайтынын бұрыннан білемін. Бұл оның сүтпен біткен мінезі. Қырсық болғанда оның бұл мінезі бізді әп-сәттақ мына жарық дүниемен қоштастырғалы тұр. Орыс әскері Кәрімге бірдеңелерді айтып қырсықтам. Мырза, деді Кәрім әкеме, бұл оңбаған бізге мүлде ұқсамайды. Ұят пен ардың не екенін ол білмейді. Не қыл дейді? Ол сенің басына бір тал оқ тисе, санасы ашылып сергіп қалар еді. Құдды, дей беріп Кәрім сөзін жұтып алды. Содан әлгі жас әйелге ымдады. Орыс әскері қолындағы темекісін лақтыра салып, қаруын көтерді. Әкемнің шаруасы бітті деп ойладым. Мектепте үйренген дұғамды ішімнен қайталай бердім. Оған айт,
Маған бір емес, мың неше оқ тисе де мынадай бассыздыққа қарап тұра алмаймын. Менің ойыма 6 жыл бұрынғы сол баяғы іс орала кетті. Сол тар көшенің бұрышынан ішке қарай ұрлана көз салып тұрмын. Асептің бұлшық еті біресе босап, біресе қатаяды. Мен сонда қай есікті күзеттім екен деші, бәр ойлағаным қуатпырауық болды емес пе? Кейде мен әкемнің өзінен туған ұлымын ба, жоқ па деген күдікке шырмаламын. Әлгі қазан бас төбет сияқты орыс әскері қаруын қолына ұстады. Әке, отыршы, сізге жалынайын деп оны жеңінен тарттым. Ол сені ата салады. Әкем қолымды сілкіп, мен саған ештеңе үйреткен жоқпын ба, деп ашуланды. Әлі де ыржиып тұрған әлгі орысқа қарап, оған айт, ең жақсысы мені бір оқпен жайрата салсын. Егер мен тірі қалсам, оның жазасын беремін, сілім тік. Әкемнің не дегенін білген соң әлгі орыс тағы да ыржалаңдап тұрды. Ол қаруының ұңғысын ашып, әкемнің кеудесіне тіреді. Жүрегім тас төбеме шығып, бетімді басып алдым. Тарс етіп мылтық атылды. Көкті тіліп кеткендей дыбыс шықты. Бәрі осымен аяқталды. 18 жасымда әкесіз қалдым. Мына жарық дүниедегі жалғыз жанашырым да о дүниелік болды. Енді оны қайда апарып жерлеймін, өзім қайда барамын? Осы ойлардан арыламай көзімді ашсам, әкем қасымда әлі тұр. Ойым сап тыйылды. Әлгі сұмырай орыс әскерінен басқа тағы бір орыс әскерін және басқа адамдарды көзім шалды. Екінші көрінген орыс әскері аспанға кезеп бір оқ атты. Әкем қаруын кезеген әлгі орыс әскері екінші орыс әскеріне құрмет білдіріп жатыр. Әлгіндегі шошаңдатқан қаруын жанына салып алыпты. Бұл көрініске күлгім келді, жылағым да келді. Басынан ақ шалған Алпамсада екінші орыс әскері бізге парсы тілінде сөйледі. Ол өзінің қызметкерінің бізге қылған оғаш әрекеті үшін кешірім сұрайтынын білдіріп, еліміз бұларды осында соғысқа жіберген, ал олар мұнда келе салып, улы ішімдікке үйір болды, деді әлгі жас әскерге қатулана қарап. Оның бұл әрекеті қатал әкенің шолжаң баласына ашуланып тұрғандай болды. Ол улы ішімдіктен еліріп тұр, оның жынын қағайын, дей келе бізге жүре беріңдер деп ишарат жасады. Біз тезірек көлікті қозғалттық. Мен сол сәтте қарқылдаған күлкіні, әлгі әскердің дауысын, ескі той жыры әуенін бұзып айтқан дауысты естігендей болдым. Біз көлік ішінде 15 минуттай үнсіз отырдық. Әлгі жас әйелдің күйеуі кенет орнынан атып тұрып, осыған дейін мен сансыз рет көрген түсті қайталап, әкемнің қолынан сүйді. Туырдың сынған көлігі мақпар жақта. Мен сөз арасынан осы сөздерді естіп қалғандай болдым. Күн көтеріліп, тауға жетерден 1 сағат бұрын біз Жалал Абадқа жеттік. Кәрім бізді тезірек көлігінен түсіріп, бір үйге ертіп кірді. Ол үй 2 жолдың қиылысында орналасыпты. Жол жағасында соған ұқсас үйлер, әлі ашылмаған дүкендерді көзіміз шалды. Қарағайлар самсап тұр. Біз жүгімізді көтеріп үйге кірдік. Мен суық тимесін деп сырт киімнің жағасын тік көтеріп алғанмын. Неге екенін білмеймін, мұнда шалғамның иісі аңқып тұр екен. Көп зат жоқ, қараңғылау. Әлгі үйге кіре салғанымызда Кәрім есікті іліп, перде артында тұрған ескі матаны тартып жапты. Содан соң терең бір күрсініп алып, жайсыз хабар айтты. Сөйтсек, оның туысқаны Туыр бізді Пешаварға жеткізе алмайтын болыпты. Алдыңғы аптада оның көлігі бұзылыпты да, көлігіне керек қосалқы бөлікті күтуде екен. Алдыңғы аптада дейсің бе? Дедім ішімізден біреуі. Онда сен бұл істі алдын ала білген болсаң, бізді неге әкелдің? Кенет арсыл-гүрсіл қимыл басталды да кетті. Әп сәтте әкемнің сұлбасы үйдің ана бұрышынан мұнан бұрышынан қарай қарғып өтті. Кәрім құнжиып барып қабырғаға соғылды да әкемнің оны қылғындырып жатыр. Оны біздің мұнда неге әкелгенін білемін, деді әкем ызаланып. Оның бар көздегені біздің қалтамыздағы ақша ғана. Кәрім қырылдап екі езуінен ақ көпіршік ақты. Оны қоя беріңіз, мырза, өліп қалмасын, деді бір жолаушы килігіп. Өлтірсем бе деп тұрмын, деді әкем. Кәрімнің екі беті бұртиып, аяғы тыпырлап кетті. Әкем әлі де оны қылғындырып тұр. Орыс әскері көз салған әлгі жас әйел барып, жалынғанда ғана қолын босатты. Десе де, әкемнің қолын зорға босатты. Кәрімнің бойынан әл кетіп жерге құлай кетті. Ол бір аунап түсіп, терең тыныс алғанда ғана біздің бойымызға жан кірді. 2 сағат бұрын әкем қорғансыз әйелдің намысын қорғап, кеудесін оққа төсеп еді ғой. Енді міне, сол әйел жалынбағанда қанын қайнатқан Кәрімді қылғындырып өлтіріп тастар еді. Кенет әлде біреу үйдің қабырғасын қақылдады. Бақсақ, дыбыс іргеден емес, жердің астынан шығып жатыр екен.
бұл не дыбыс? Деді біреу. Басқа адамдар ғой, деді Кәрім қырылдап, тынысы тарылып. Олар жертөледе. Олар мұнда қанша уақыт күтті, деді әкем Кәрімге айбат шегіп. 2 апта болды. Туысының көлігі өткен аптада бұзылды дегенің қане? Кәрім тамағын сипалап. Өткен аптадан бұрынғы іс болса керек, деді. Қашан? Не дейсің? Көліктің қосалқы бөлшегі енді қанша уақытта келеді, деп ашу шақырды әкем. Кәрім жүрегі шайлығып қорқа түсті. Бірақ ләм деген жоқ. Айналамның көзге түртсе көргісіз болып тұрғаны маған ұнады. Өйткені осындай болғанда ғана әкемнің қаһарын, қатал мінезін көрмейтін боламын. Кәрім есікті ашып еді, ар жағынан жер астына түсетін ескі баспалдақ көрінді. Астыңғы жақтан шіріген саңырауқұлақтың иісі келіп мұрын жарды. Біз әлгі баспалдақпен бір-бірлеп астына түстік. Әкем түскенде онсыз да тозығы жетіп тұрған баспалдақ шиқылдап ән салып кетті. Тас қараңғы жертөледе сансыз жанардың бізге үмітпен қарағанын көрдік. Жертөленің әр жерінде қынжиып үміті үзіліп жатқан адамдарды көрдім. Өлмелі керосин шамның әлсіз жарығы олардың көлеңкесін қабырғада үлкейтіп көрсетіп тұр. Мұнда жатқандардың өзара сыбыры, тамшы судың тамған дыбысы, тықырлаған дауыстар естілді. Артымда тұрған әкем терең тыныстап, қол сөмкесін жерге қоя салды. Кәрім бізге енді 1-2 күннен кейін көліктің жөнделетінін айтты. Егер солай болса, біз Пешаварға тездетіп жете аламыз. Сол жерге жетсек қана еркіндік пен бостандық аламыз. Сол аптада жер асты бөлмені паналадық. 3-ші күні түнде ғана әлгі тықырлаған дыбыстың тышқанның дыбысы екенін білдім. Ептеп қараңғыға көзім үйрене бастады. Жер асты бөлмеге қамалғандарды санап ем, 30 шақты босқын екен. Бір-бірімізге иық тірестіріп қабырғаға сүйеніп отырамыз. Прәндік, бөлке нан, құрма, алманы бірге жейміз. 1-ші күні түнде еркектердің бәрі Аллаға құлшылық етіп дұға оқыды. Солардың ішіндегі біреуі әкемнен құлшылыққа неге қатыспайтынын сұрады. Жаратушы Алла бәрімізді қиындықтан құтқарады. Сен неге бірге құлшылық жасамайсың, деді ол. Әкем тамағын қырнап, 2 аяғын соза түсіп. Бізді құтқаратын 8 цилиндрлік қозғалтқыш пен қарапайым карбюратор, деді. Әкемнің бұл сөзінен кейін ешкімде үн қатпады. Одан ары Аллаға құлшылық жасау туралы ешкім ештеңе деген жоқ. 1-ші күні түнде мен Камал мен оның әкесінің бізбен бірге осында екенін, олардың менен 1 метр қашықтықта отырғанын көріп қайран қалдым. Ол жүдеп қалыпты. Ол шүңірейген көзімен маған назар аударғанымен мені танығанда жоқ. 2 иығы түсіп кетіпті. 2 ұртыда жетісіп тұрмағандай солпиып тұр. Оның әкесінің Кабулда кинотеатры бар еді. Әкесі менің әкеме мұң-мұқтажын айтып жатыр. 3 ай бұрын әйеліне ғибадатханада оқ тиіп дүние салыпты. Ол әкеме Камал туралы айтты. Мен бірен-саран сөзін естіп қалдым. Оны жалғыз жібермеу керек еді. Оның келбетті екенін білесің ғой. Олар 4 адам екен. Ол қарсылық көрсете алмапты. Алла, сол жерінен қан ағып, киген шалбары содан кейін ешкімге тіл қатпайтын меңіреу күй кешіп. Біз жертөледе 1 апта жатқан соң Кәрім келіп, туысының жүк көлігі жоқ екендігін, жөнделмегендігін айтты. Тағы бір жол бар, деді Кәрім терең тыныстап алып. Бар білгеніміз оның жамағайын ағасының мұнай таситын көлігі бар екен. Сол көлікпен олар бірнеше рет жасырып босқындарды өткізіпті. Ол көлік біз тұрған Жалал Абадта екен. Егер келіссек, осында тұрған бәріміз сияды екенбіз. Ерлі-зайыпты қарт кісілерден өзгеміз кетуге келісім бердік. Сол күні түнде әкем екеуміз Камал мен оның әкесі өзге босқындармен бірге жолға шықтық. Кәрімнің туыс ағасы Әзиз Тахыр бас жігіт екен. Ол біздің май күбісіне отыруымызды көмектесті. Көлік от алып тұр. Біз мұнай таситын көліктің артқы жағындағы шағын сатымен жоғары көтеріліп, мұнай күбісінің ішіне кірдік. Әкем кенет жерге қарғып түсіп, темекі құтысын босатып оған бір иіскеп топырақ сала салып алды. Одан соң оны төс қалтасына салып қойды. Бұл ара үрейге толы екен. Аузыңды ашсаң ұртың сықырлап кетеді. Ауа деген жаннан қымбат болып сезілді. Ауа, ауа. Бірақ сенің ойлағаныңды тыныш жолдарын қабылдай қоймайды. Өйткені олар да нашарлап қалған. Енді сіз дереу бір ғана ауа сіміргіш түтікшемен тыныстайсыз. Аузыңызды жауып, ерніңізді қырша тістеп, қыстыққан үн шығарасыз. Қос қолын тас болып қатып дірілдеп, мазасызданады. Ішкі ағзаңыздың әлде бір мүшесі үзіліп кеткендей суық тер басып, малмандай су боласыз. Осы сәтте ышқына айқайлағыңыз келеді, бірақ дәрмен жоқ. Олай істей алмайсың.
ол үшін алдымен шартсыз түрде ауамен тыныстау керек. Тағы да үрей. Жер асты үйдің қараңғылығын айтудың өзі қорқынышты. Ал мынау мұнай көбісі тіптен тас қараңғы. Оңға, солға, жоғары төменге қарап жалтақтамаймын. Қолыммен қармап, қозғалыс жасаймын, сонда да ештеңені көрер емеспін. Кірпігімді қағып қайта үңілемін. Әлгіндегі 5 саусағымды байқай алмадым. Ауа өте тымырсық, һәм қатты күйде тұрғандай сезілді. Асылы бұлай болмауы керек қой. Егер қатты күйде болса, қолыммен ұстап үгітіп жеп алар едім. Бензин иісі де мұрнымызды жарып барады. Әлдебіреу келіп қабағымды көтеріп, қарашықтарыма лимон жағып жатқандай, газдың иісі көзімді ашыта бастады. Тыныс алған сайын кеңсірігім от болып күйіп жанды. Кенет менің басыма осында, дәл осындай қолайсыз жерде өлетін болдым деген ой сап ете түсті. Ойбай, әне, келе жатыр, келіп қалды ажал деп жас жаным шыр көбелек айналды. Сөйтіп отырғанымда бірдеңе жалт ете қалды. Әкем менің жеңімді жоғары түріп жатыр. Бір нәрсе суық қараңғыда жарқырап нұр шашады. Кәдімгі сәуле. Енді білдім. Бұл әкемнің маған сыйлаған қол сағаты екен. Ендігі ермегім қол сағатымның жасыл сәуле шашқан тілшіктеріне қадалу болды. Сағат тілшігінен көз жазып қалмайын деп алаңдап, көзімді тайдырудан қорықтым. Кенет жан-жағымдағы тіршілікті барлай бастадым. Біреулердің қатты жөтелгенін, тағы біреулердің Алланың атын шақырғанын естідім. Бір нәресте шырқырап, анасы оның барын салып жұбатып жатыр. Біреулер жүрегі айнып лоқсуда. Енді біреулері орыс әскерлерін жер-жебіріне жететілдеуде. Көлік екі жаққа кезек теңселіп арагідік аунаған аттай денесін сілкейді. Ішінде отырғандардың басы темір тақтаға соғылып жатыр. Жүнжімей жақсы ойлауға тырыс, деді әкем. Уайымсыз шат күндеріңді ойла. Жақсы істер, қызықты шақтар. Сол сәт менің жүйрік қиялым қиянға қыдырып кетті. Сол сәтте ойыма келгені мынау еді. Пагман, жұман күнгі тал түс. Көркіне көз жетпейтін жасыл аумақ, гүл ашып жайқалған тұт ағаштары самсап тұр. Хасен екеуміз көкшіп үстінде отырмыз. Мен батпырауық жібін өзіме қарай тартып жатырмын. Батпырауық білігі Хасеннің кір қожалақ алақанында шыр көбелек айналады. Екеуміздің де көзіміз кеңістікте қалықтаған батпырауықта. Үнсіз түнсіз тұрмыз. Бірақ бұл күйіміз сөйлесерге ештеңе таппағандықтан емес, керісінше екеуміздің шүйіркелесуіміздің қажетсіз екендігінен. Өйткені шырып-пыр етіп дүниеге келіп, көзін ашқанда бірін-бірі көріп бір емшекті емгендер солай болады ғой. Қоңыр самал шөп бетін баяу ғана желпіп тұр. Хасен жіпті қоя берді. Батпырауық шыр айналып, құлдилап барып қайта қалқыды. Біздің көлеңкеміз бірігіп, көк жасыл шөптің бетіне көлеңке түсіріп тұр. Жасыл алқаптың анау тұрсындағы аласа кірпіш қорғаннан асып түсіп, сұлудың күлкісіндей сыңғырлаған бұлақ сылдыры естіледі. Бұл бізге бұрыннан таныс әрі жағымды үн еді. Мен сол әуенді ауғандардың ұлттық музыка аспабында ойналған мора күйі болар деп тұспалдаймын. Қорғанның ар жағынан әлдебіреу Хасен екеуміздің атымызды атап, бірдеңе ішіп алыңдар дейді. Бұл оқиғаның қай жылы қайсы айда болғаны есімде қалмапты. Бірақ осы бір естелік бүгінгі сұрқия сұрғылт тірлігімнің ең жарқын бөлігіндей бақытты бейқам шағымның бір сәтінде еді. Қазіргі сәттерде сол кездегі істердің кей тұстары ауық-ауық ойыма орала кетеді. Олар көбінесе дауыспен иіске қатысты болып шығады. Әлгі бір әскери ұшақтың төбемізден күркіреп өткені, жан-жақтан нөсерсеу жауған оқ тасқыны, есектің аңырағаны, қой ешкінің мыңғырағаны, қоңырау үні, құмда жүрген арба дөңгелегінің шиқылы, көрдей қараңғы түнде жылаған сәби шырылы, бензиннің, құсықтың, несеп пен нәжістің иісі. Тағы бір есімде қалғаны мұнай көбісінен басымды қылтиып шыққанда таң шапағының көзімді қарығаны еді. Мұны ұмыту мүмкін емес. Мына ғаламшарда титтей де ауа қалмағандай жүзімді көкке қаратып, көзімді ашпастан таза ауаны жұта бердім. Жалама шың қыздың лайсан жолының шетінде отырып, әппақ таңдағы шұғылаға көзімді суарып, жарықта таза әлемге алғыс жаудырып жатып, тірі қалғаным үшін қатты қуандым. Біз Пәкістандамыз, әмір, деді әкем менің қасыма келіп. Кәрім автобус тауып әкеліп, бізді Пешаварға жеткізетін болды. Сызды жерде жамбастап жатқан мен бір аунап түскенімде әкемнің аяғының астында тұрған қол жүктерімізді көрдім. Ары қарай барлай көз салғанымда
көліктің жол шетінде тұрғанын, бізден басқалардың көлік артындағы сатымен бір-бірлеп түсіп жатқаны белгілі болды. Тым бозаң тартқан аспан астында бозарған даланың келбеті керіліп, бері кел деп өзіне шақырғандай болады. Күнгейге жапсарлас жол жағасынан аядай қыстақ көзге шалынады. Мен қыдырып кеткен көзімді өз қол жүктерімізге аудардым. Оларға қарағанымда әкем үшін мен ұялдым. Өмір үшін тоқтаусыз күрес, жоқтан бар жасау, қажу, жалығу, армандау, осылардың бәрінен оған тиесілі болғаны осы. Анығын айтқанда, бар үмітін артқан бір ұлы мен 2 қол шамаданы ғана. Арамызда әлде біреу еңіреп жылады. Оны жолаушылар қоршап алыпты. Ашынған дауыстар еміс-еміс шығып жатты. Біреу бензиннен болды деп жатыр. Қасындағысы оны қостады. Жылаған кісі одан әрмен егіліп, дауысы Құдайға жетердей болды. Әкем асығыс-үсігіс мені қасына ілестіріп жиналып тұрған топ арасына сүңгіп кетті. Камалдың әкесі үймелеген адамдар ортасында өңі қуарып кеткен ұлын алдына алып отыр. Ауық-ауық ұлының бетіне бетін тигізіп, үні қарлығып еңірейді. Ұлымның тынысы тоқтады, деді, ойбай салды. Камал сұлық күйде әкесінің алдында жатыр. Әкесі әр жылаған сайын оң қолы былқ-былқ етеді. Құлыным, тынысы үзіліп кеткендей, жаратқан Алла шапағатын аямашы, ұлымнан айыра көрме. Әкем оның жанына отырып, иығына қолын тигізе бергенде, кенет оны итеріп жіберді де, аталас ағасының қасындағы Кәрімге тұра ұмтылды. Осыдан кейінгі жіті әрекеттер көзді ашып жұмғанша көз алдымыздан сырғып өтті. Кәрім шошына айқайлап, артына қарай қаша берді. Жұдырық, аяқ дегендер өз күшін көрсетіп жатты. Камалдың әкесі Кәрімнің қаруын алып оған кезеді. Қасықтай, қанымды қишы деп зар еңіреді Кәрім. Біз ештеңеге де үлгермей қалдық. Камалдың әкесі қарудың ұңғысын өз аузына туралады. Мен сол кездегі атылған оқ дауысын, айналаға шашыраған қанның түсін ұмыта алмай келемін. Мен тағы да лоқсыдым, бірақ ештеңе шықпады. Сіздермен бірге болған Ақерке Болатбекқызы. Каналға тіркеліп, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.